Ардақты ағайын, артық айтсам айып етпеңіздер. Ет бұзылса тұз себесің, қыз бұзылса не себесің. Құдай қыздарымызды, болашақ аналарымызды бұзылғаннан сақтасын. Менің бүгін айтайын деп отырғаным бұл емес. Қарапайым үш мәселе. Сізбен бізге күнде кезігіп отыратын. Осыны қолға алайықшы. Біз жапондарды не деген озық мәдениетті ел дейміз. Біз де сондай болуға тиіспіз. Арғы аталарымызды оқымады, тоқымады дейміз. Білімнің биік шыңына шықпады дейміз. Алайда олар тектілік тәрбие жағынан әлде қайда озық болған. Әкелеріміз алыстан түкірініп қақырынбайды. Сәл дауысын шығарса болды, аналарымыз тыныш отыр, әкелерің келе жатыр дегеннен белгі берген. Оны көп айтып жүрміз. Тіпті сырт киімдерін даладан қағып, қамшылармен етіктерін ұрып, далаға қалдырып, үйге тап-таза жеңіл кіреді. Бұл аталарымыздың, әкелеріміздің тектілігі. Ал бүгінде сіз қандайсыз? Оны өзіңіз білесіз. Менің айтпағым бүгінгі жастар, бүгінгі үлкен кісілер және балапандар. Ойланыңыздар, естіп отырсаңыздар әлеуметтік желіде көптеп тарасын деген ойдамын. Біріншісі, телефон қазір негізгі құрал болып қалды. Осы кезде қарсы жақпен сөйлесерде ақырын сөйлеуді үйреніңізші. Бірден телефонды ала салып, қарсы жақ маңызды орында ма, ыңғайсыз жерде ма шырылдатуды. WeChat желісі немесе WhatsApp желісі арқылы бірден телефонды шырылдатпаңыз. Сізбен сөйлесуге қолайлы ма, ыңғайлы ма деп рұқсат алыңызшы. Ол ана болса бала емізіп отырған шығар, баласын ұйықтата алмай тұрған шығар, немесе мұғалім шығар, сабақ өтіп жатқан шығар, жиналыста шығар, немесе әке болып машинада кетіп баратқан шығар, баласын алып бара жатқан шығар, тамақ жеп отырған шығар, тойда шығар, нәзірде шығар, түрлі қолайсыз жағдайда ғой. Бірден телефонды ала салып шырылдатпаңыз. Бұл үлкен мәдениетсіздік. Егер сіз шетелде болсаңыз, осы жағынан қатты сөгіс аласыз. Бұл қазір саудада жүргендер үшін, басқалар үшін қалыпты құбылысқа айналып қалған. Әй-шәй жоқ, телефонды алады да шырылдатады. Әлеуметтік желі арқылы немесе тіке телефон жалғап. Мен бұны үлкен мәдениетсіздік, өрескел қателік деп ойлаймын. Ал екінші айтайын дегенім, балалардың немесе үлкен жастардың бәрінің боқты араластырып сөйлеуі. Шешеден бастап басқаны қосып, орысшаны араластырып боқтық сөйлеу, бұл үлкен қателік. Кешегі ата мен апа солай сөйледі ма? Балалардың аузынан үлкендер ести алмайтын сөздер шығып жатыр аулада. Ести құлақта жауыр болды. Осыны әрбір атана қолға алыңызшы. Бәрін мектепке, мұғалімге қалдырып қоймайық. Бұл үлкен қателіктің бірі, бастау көзі деп ойлаймын. Ал үшіншісі қатты сөйлеу. Немесе жол жүргенде шөптерді, жасыл алаңқайларды басып, баса көктеп өтіп кету. Бұл біздегі үлкен қателік. Жол тұрса жолдан жүрмей, жапырағы жайқалған ағаштардың жанынан сүйкеніп, немесе жерге төселген жасыл шөптерді басып өтіп кетесізді, аяқтың табан таптап, ертең ол жер қоқысқа айналады. Шөбі жайқалып тұрған жерді сіз, одан кейін сізден кейінгі көрші не басқалар басады, не болады соңында? Ал шетелдегілерді, мәдениетті елдерден көріңіздерші, жерде жатқан шөбі емес, көлденең кішкентай жәндіктерді де баспайды, аялайды. Біз ақындарымыздың айтқан сөзі бар ғой, түкіргеннің өзі жердегі құмырсқаны басып қалмасын деп. Ойланайық. Менің айтпақ үш мәселем осы. Осы үш мәселені қолға алсақ, қалған мәселені де реттей аламыз. Қазақта жақсы сөз бар, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінездің түзелетін, дұрысталатын кезі келді деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қарагөз бай бақытты болуға лайықты. Құрметпен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанат Бегермек. Жақсы хабарда қайта жүздескенше.